Assalamu алейкум достар, YouTube көрермендері. Міне бүгін көптен күткен посылкамыз да келіп жетті. Бұл Германия елінен келді. Через Украина. Өйткені Германиядан прямой заказ беруге доставкасы қымбатқа шығатын болды. Содан Украина арқылы заказ беріп алдық. Бұл посылканы Қазақстаннан ешқандай магазиндерден іздеп таппадым. Россиядан да іздедік, интернет магазиндерден іздеп еш жерден таппадым. Россияда да жасалмайды екен, Қазақстанда тем более жасалмайды. Украинада да жасалмайды. Россияда осындай заказдан айналысатын адамдар бар екен. Олар арқылы заказ берем дегенде қымбатқа шығатын болды да, сонымен Украинадан Миша деген жігітті тауып, сол Миша арқылы осы затта заказ берді. Осындай зат бізде. Бұл не зат деп ойлап отырған шығарсыздар. Бұл жерде бұл жерде мынандай қалып форма груз құятын рыбалкаға. Бұл деген рыбактарға таптыртпайтын зат. Қазақстанда айтып отырмын, Қазақстанда, Россияда, СНГ-де жасалмайды. Тек қана сол Германия елінде жасалады екен. Сол жақтан табылған зат. Мына форманың номері F86. Ал мына форма тоже. Бұның размері форма F70 деген форма. Бұның осындай форма Германия елінде жасалатын. Ал мұнда сол формаға арналған петли для грузил. Ушки дейді. Жаңағы менің форманың құлақтары. Былайынан. Осылайынан салынады оған. Осылайынан құйылады. Міне осындай форма келді бізге. Маған суретінен көрген кезде үлкендеу болып көрінген еді форма. Ондай үлкен емес, кішкентай екен. Бұл формаларды келесі видеода құйып көреміз, қандай болып шығатын. Вроде форма деген жақсы качественно жасалған. Ал достар,
Каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарийга жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Лайк басыңыздар обязательно. 50 лайк жинаған кезде келесі видеоны түсіріп бастаймыз.